Бүгін 22 желтоқсан 2020 жыл. Сабақтың тақырыбы автоматпен иллюстрацияларды және форзастарды жабыстыру. Сабақтың мақсаты автоматпен иллюстрацияларды жабыстыруды үйрету, автоматпен форзастарды жабыстыруды үйрету, студенттерді желімен, қағазбен жұмыс жасауға дағдылау. Дәптерлерге форзастар мен иллюстрацияларды жабыстыру үшін желімдеу және жиектеу машиналары қолданылады. Желімдеу машиналарында форзастар мен иллюстрациялар дәптердің бірінші және соңғы беттеріне жабыстырылады. Технологиялық процесті механикаландыру дәрежесі бойынша бұл машиналар жартылай автоматтар мен автоматтар болып бөлінеді. Жартылай автоматтарда жартылай фабрикаттарды, дәптерлер, форзастар, иллюстрациялар және тағы басқа өнімдерді беру жүйесі қолмен орындалады. Автоматты машиналар өзі бергіш жүйелермен жабдықталған. Жартылай автоматтарда тек қосымша элементтерге желім жағу, оларды дәптерге біріктіру, қабылдау үстеліне шығару операциялары механикаландырылған. Желімделетін иллюстрациялар мен дәптерлерді машинаға тиеу және қабылдау үстелінен өнімді шығару қолмен орындалады. Жартылай автоматты құрылғылар форзастар мен иллюстрацияларды желімдеу кезінде қол еңбегін жеңілдететініне қарамастан, оның өнімділігі төмен және ерекше күтімді қажет етеді. Сондықтан жартылай автоматты құрылғылар қазіргі кезде әртүрлі маркалардағы жоғарғы өнімді автоматтармен ауыстырылды. Алдымен желімдеуді, содан кейін жиектеуді жүзеге асыратын аралас типтегі машиналар бар. Желімдеу машиналары екі түрге бөлінеді. Бірінші түрі форзасты дәптерге жабыстыруға арналған, екінші түрі форзасты блокқа жабыстыруға арналған. Көріп тұрған бірінші суретте қосымша элементтерді дәптерге жабыстыруға арналған және блокқа жабыстыруға арналған желімдеу машинасының технологиялық сызбасы көрсетілген. Қосымша элементтерді дәптерге жабыстыруға арналған автомат төмендегідей жұмыс істейді. Яғни, дүкеннен шығарылған форзас қозғалмайтын үстелге түседі. Онда оны шынжырлы транспортер тірегімен алып желімдеу аппаратының жанынан өткізеді. Желімдеу аппаратында форзасқа жіңішке желім жолағы жағылады. Егер форзас дәптерлер дүкенінің аймағында болса, дәптер бұрышқа шығарылады. Сонымен қатар транспортер тірегімен ұсталынады. Форзас пен дәптердің төбелері түзетіледі. Жартылай фабрикаттар әртүрлі бағыттаушылар бойымен қозғалғандықтан түптік шегіністің қажетті өлшемін алуға болады. Әрі қарай дәптер мен форзас бір-біріне жақындап, роликті қысу құрылғысына түсіп, содан кейін қабылдау үстеліне түсіп, каскадты қабылдау құрылғысына жиналады. Технологиялық тұрғыдан алғанда, мұндай құрылғының бірнеше артықшылығы бар. Форзастар блоктың дәптерлеріне түптік фальстан ешқандай шегініссіз желімденеді және түптеу қабындағы өнімдер мықтап бекітіледі. Жинақтау және жіппен тігу машиналары жұмысының тиімділігі артады. Автоматты желімдеу машинасының жоғарғы өнімділігі бұл екі форзасты бір уақытта жабыстырудың арқасында қамтамасыз етіледі. Форзастарды желімдеудің технологиялық процесін соңғы кезеңге ауыстыру блокты дайындаудың уақытын, ұзақтығын қысқартады. Машинаны блокты өңдеуге арналған ағымды желімен ауыстыруға көмектеседі. Бұл жағдайда желімдеу машинасы блокты өңдейтін машинаға айналады. Форзасы дәптерлерге автоматты түрде желімдеу процесі форзас беру құрылғысы және дәптерді беру құрылғысы көмегімен жүзеге асады.
форзацқа желім жағылып, дәптерге бірігіп, ары қарай қабылдау үстеліне қарай барады. PraziGuard форзацтарды кітап блоктарына желімдеу машинасы. Бұл машина форзацтарды түбі желімденген дайын блоктарға жапсырады. Бейнероликке назар аударсаңыздар, блок салынып, екі жағынан бірінші және соңғы форзац салынады да, келесі бөлімге, яғни батырманы басу арқылы желімдеу бөліміне өтеді. Желім жағылып, форзацтар жапсырылады. Мінекей. Келесі бейнероликтерде форзацты дәптерлердің түбін түптеу немесе форзац жапсырылған кітап блоктарының түбін түптеу көрсетіледі. Алдарыңызда тұрған эндшитер маркалы бүктелген форзацтарды окантовкалық материал жолағымен біріктіру машинасы көрсетілген. Байқағандарыңыздай, ортасынан окантовкалық материал, екі жағынан дайын форзац біріктіріліп, нәтижесінде жіппен тігілген немесе терможеліммен желімденген форзацтары жапсырылған, окантовка жасалған кітап блогы пайда болады. Мұндай блоктар үш жағынан кесілген соң түптеу қабын кигізуге дайын болады. Өздеріңіз байқағандай, бұл жерде тек қана форзацты дәптердің түбі ғана түптелген жоқ, толығымен блок түбі өңделеді. Келесі бейнероликте Zecchini маркалы форзацтарды окантовка материалына желімдеу машинасы көрсетілген. Бұл шағын компактілі машина. Форзацтарды окантовка материалына желімдеу нәтижесінде окантовка жасалған форзацтар блокқа кәдімгі мұқаба ретінде де пайдаланылады. Екі форзацымызды қойып, орналастырып, ортасына окантовкалық материалды желімдейміз. Мінекей. Нәтижесінде екі жағы форзацтан, ортасы окантовкалық материалдан тұратын мұқабалық қағаз пайда болады. Нәтижесін мұқият қарап алыңыздар. Мінекей, екі жағы форзац, міне соңғы форзац және бірінші форзацымыз. Ортасы окантовкалық материалмен біріктірілген. Өңделген, түбі желімденген блоктың сыртына кигізген кезде міне бірінші форзац және соңғы форзац. Және түбі желімденген окантовка жасалған блок пайда болды. Осы блокты форзацтардың көмегімен түптеу қабына кигізген кезде міне осындай кітап пайда болды. Мінекей. Окантовкалық материал рулон түрінде жүреді. Рулонды алдын ала, рулонды лентамызды алдын ала өлшемдерін келтіріп, кесіп, орнатып аламыз. Екі жағы жабысқақ лента. Үйге тапсырма. Дәріс жазу, иллюстрацияларды және форзацтарды жабыстыру автоматтарын толықтырып жазу.